Бәріне сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода темекінің құрамы және темекінің зияны туралы айтатын боламын. Темекі тартудың салдары несімен қауіпті, қандай зияны бар? Темекі тарту өліммен аяқталатын көптеген аурулардың асқынуының басты себебі. Темекі тарту бүкіл әлемде жыл сайын темекі тартудан 6 миллионға жуық адам қайтыс болады. Темекі тартудың қауіптілігін әсерлеп жіберу мүмкін емес. Темекі түтіні организмге енген кезде ағзалар мен жүйелердің көпшілігінің жай-күйі үшін қауіпті жүйкелік импульстардың ырғағы бұзылады. Темекі тартудың кесірінен көптеген патологиялар пайда болады. Темекі түтінінің құрамында қандай заттар бар? Сигарет бұл темекі жапырағы мен қағаздан жасалатын еш залалы жоқ ойыншық емес. Ол бықсып жанған кезде 4000-нан аса қатерлі химиялық заттар бөлініп шығады екен. Қандай қиын. Дәл сол заттар темекі тартқан кезде ағзаға ең басты нұқсанды келтіреді. Темекі түтінімен бірге сіз мыналарды да жұтасыз. Шайыр, қатты бөлшектер қоспасы, олардың көбі канцероген болып табылады. Сондай-ақ олар өкпеге шөгіп сіңіп қалады. Күшала, темекі құрамындағы ең залалды химиялық элемент. Жүрек, қан тамырлары жүйесіне әсер етіп, обыр ісіктерінің дамуын өршітеді. Алла сақтасын. Бензол органикалық жолмен пайда болатын улы химиялық қосылыс. Гликозды және обырдың басқа да түрлерін қоздырады. Обыр, рак. Полоний радиоактивті элемент. Организмге іштен радиациялық зиян тигізіп отырады. Формальдегид. Бұл улы химиялық зат өкпе мен тыныс жолдарының ауруларының себептері. Басқа да заттар темекі түтінімен бірге жұтылатын зиянды қосылыстар қан тамырлар жүйесі арқылы бүкіл организмді жайлап, ішкі ағзаларға көп нұқсан келтіреді. Қазіргі заманғы қоғамда темекі шегу еркектердің, әйелдердің, сонымен қатар балалардың да күнделікті әдетіне айналып кетті. Шылым тартатын адамдардың жалпы саны миллиардқа жуық. Темекі түтінінің құрамы: цианид, мышьяк, гидрокси қышқылы, көміртегі тотығы және тағы басқа, полоний, қорғасын, висмут және басқалар. Шылым шегуден болатын аурулар: қатерлі ісік түрлері, миокард инфарктісі, инсульт, өкпе аурулары, атеросклероз, соқырлық, саңырау құлақ, эндотерит, импотенция, бедеулік, өкпе эмфиземасы, пневмония, созылмалы бронхит, тіс эмалінің бұзылуы, асқазан ішек аурулары, дамудың артта қалуы, ерте өлім. Шылымның адам ағзасына беретін зияны іссіз қалмайды. Тіпті одан бас тартқан кезде де оның әсері көптеген жылдар бойы сақталады. Темекі шегу бұл адамның өзіне өзі мәйіт қазғанмен бірдей. Темекі шайыры ми мен жүрек тамырларын бұзады, өкпенің көпшіктерін зақымдайды. Қауіпті ісік ауруларына, жүрек демікпесі, ұстама ауру, инфаркт ауруларына себепкер болады. Темекі тартушылар өзіне ғана зиян келтірмейді, айналасындағы адамдарға да зиянын тигізеді. Темекі тартпайтын сау адам темекі түтіні бар бөлмеде 1 сағат отырса, 4 тал темекі тартқандай уланады екен. Ас қорыту асқа деген тәбетті қайтарады, ас қорытуды қиындатады, тісті сарғайтып, ауызды састады, асқазанда жара пайда болады, ерін, тіл және өңеш рагына жол ашады. Темекінің зиянын айта берсек көп бітпейді. Сондықтан да қорытындылай келе сіздерге айтатыным, жаман әдеттен, әсіресе темекі ішімдіктерден аулақ жүріңіздер. Мына жердегі айтып отырған ақпараттардан өзім шошып отырмын. Сондықтан да ойланайық достар. Өз денсаулығыңыз, өз өміріңіз өзіңіздің қолыңызда. Қай жолды таңдайсыз, сіз сол жолмен жүресіз. Салауатты өмір салтын ұстанып жүрейік достар, сау болыңыздар. Айтпақшы достар, ұмытып барады екен, каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Достар да темекінің зиян екенін біліп жүрсін және қандай ауруларға зиян екенін біліп жүрсін. Сондықтан да мүмкін осы бөліскен ақпараттарыңыз басқа адамға көмек болып қалар.